Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақ ерекше болады. Білім беру саласы қатынас. Бөлімі сауат ашу негіздері. Тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Балалар, кәнеки тыңдайық. Көзімізді жұмып, үнсіз отырып тыңдайық. Не естідіңдер? Дұрыс айтасыңдар, дыбыстар. Біз бүгін дыбыстар қалашығы еліне саяхатқа шығамыз. Ол елде тағы қандай дыбыстар бар екенін білеміз. Және сол дыбыстармен ойындар ойнаймыз. Кеттік, балалар, бәріміз жолға шығайық. Қараңдар, балалар, біз дыбыстар қалашығы деген өте кішкентай қалаға келдік. Мұнда тек 42 тұрғын тұрады екен. Тағы бір қызығы, балалар, бұл тұрғындарды ешкім ешқашан көрмеген. Себебі олар көрінбейді. Бірақ оларды айтуға, естуге болады. Тұрғындардың аты дыбыстар екен, балалар. Олардың ішіндегі 15 дыбысты әндетіп те айтуға болады. Ол дыбыстар А, Ә, О, Ö, О, Ö, О, Э, Е, И, У. Дауысты және әуезділік үшін бұл дыбыстар дауысты дыбыстар деп аталады. Балалар, дауысты дыбыстарға сендердің дыбыстап айтқандарың ұнады. Енді олар сендермен ойнағысы келеді. Ал сендер ойнауға келісесіңдер ме? Мен дауысты дыбыстан басталатын сөздер айтамын. Сендер сол дыбыстарды табасыңдар. Әтеш, петух, үйрек, утка, ойыншық, игрушка, ыдыс, посуда, өрік, абрикос, ит, собака. Жарайсыңдар, балалар, сендер тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Бұл сиқырлы әлемде дауыссыз дыбыстар деген тұрғындар да тұрады. Ол дыбыстарды айтқанда ауа, тіл, ерін, тістердің кедергілеріне ұшырап, ауа еркін шықпайды. Ол дыбыстарды әндетіп айтуға келмейді. Сондықтан олар дауыссыз дыбыстар деп аталады. Дауыссыздар дауыссыз, сыбырлап сыңғырлайды, ыңылдап ысқырады, әндетуге келмейді. Ыс, жыланша сылдайды, ыш, жапырақша шулайды, бақта қоңыздар жыбырлайды, моторша дірілдейді. Дауыссыз дыбыстар қысқа айтылады. Балалар, бізбен бірге дым білмес те осында жүр екен. Қараңдар, ол ойыншықтардың бәрін шашып кетіпті. Сендер маған ойыншықтарды жинауға көмектесесіңдер ме? Бірақ бұл ойыншықтарды жинау тәртібі бар екен. Дауысты дыбыстардан басталатын ойыншықтарды алма, алмұрт, ұя, айна, жасыл қорапқа жинаймыз. Дауыссыз дыбыстардан басталатын ойыншықтарды доп, гүл, шар, кірпі, көк қорапқа жинаймыз. Жарайсыңдар, барлық ойыншықтарды дұрыс қорапқа жинадыңдар. Кешігіп қалмай үйге қайтайық. Үйге қайту үшін мына құпия сөздерді табыңдар. Дайынсыңдар ма? Дыбыстар қандай екі топқа бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстардың дауыссыз дыбыстардан қандай айырмашылығы бар?
Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбысты айтқанда ауа еркін шығады. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда ауа кедергілерге ұшырайды. Жақсы, сендер барлық тапсырманы орындай алдыңдар. Бәріміз балабақшаға қайттық. Келесі сабақта дыбыстар қалашық еліне саяхатымызды жалғастырамыз. Осымен сабақ аяқталды. Құрметті ата-аналар, балаларды оқытуда сіздерге сәттілік тілеймін.